Мен Абылайхан атындағы нөмірі 140 қазақ орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Көлбай Аяру. Мен бүгін тарихи шежірем, менің тегімнің тарихы атты байқауға қатысқалы отырмын. Менің тегімнің тарихы Төртқара әулеті. Төртқара әулетінен тараған бабаларым: тек атам Шанай, түп атам Орақ, бабам Қосманбет, арғы атам Есдәулет, атам Әбибулла, өз атам Көлбай және әкем Нұрбек. Арғы атам Әбибулла ата бабамыздың кіндік қаны тамған, табаны тиген киелі жер Ырғыз еліне барып, мәліметтер жинап, толықтырып жазған шежіресі. Бұл шежіре біздің әулетке атамнан қалған үлкен аманат. Ата тегімнің шежіресін зерттеп, атамның еңбегін дәріптеу мақсатында ғылыми жобалар сайысына қатысып, 3-ші орын иемдендім. Менің атам Есдәулетов Көлбай Әбибуллаұлы. Есдәулетов Көлбай Әбибуллаұлы туған жеріне және қоғамға қосқан үлестері мен жетістіктеріне тоқтала өтейін. Менің атам Ғанидың қазалылық, Шығыс шамшырағы Ғанидың қазалылық ізбасарлары кітап жинағына енген. Менің атам Есдәулетов Көлбай Әбибуллаұлы Шығыс шамшырағы Ғани Мұратбаевпен бірге қазалы топырағында аунап, сумен сусындап өткен. 1960 жылы Қазалы ауданында дүниеге келіп, мектепті тәмамдап, 1982 жылы Алматы зоомал дәрігерлік институтын бітіріп, еңбекке араласқан. Еліміздің ауыл шаруашылығын, соның ішіндегі мал шаруашылығын өркендетуде бар күш-жігерін жұмсаған. Назарларыңызға рахмет.